4 балам бар, көп балалы отбасымын. ИПымда табыс бар, оборот жүріп тұр. Мен медстраховка төлемеуіне болады ма? Қараңыз, егер сізде ИПда табыс бар, оборот жүріп тұрса, 4 балалы немесе 5 баласы көп балалы отбасылар медстраховка төлейді. Себебі 4 және 5 баласы бар отбасыларда көп балалы отбасы деген аталғаны болғанмен, оларда медаль жоқ. Мысалы, күміс алқада күміс алқа, алтын алқада алтын алқа бар болса, және бірінші, екінші категориялы наградталған аналар болса, оларда застрахован деген медстраховкадан босатылған статустары бар. Базада освобожден деп шығады. Сол себепті 4 және 5 баласы бар аналар, бірақ ИПыңызда оборот бар болса, табысыңыз жүріп тұрса, онда медстраховкадан босатылған жоқсыздар және дұрыс төлем жасаңыздар. Ертеңгі күні 2024 жылы мораторий аяқталып, сіздерге арнайы уведомление келіп жатса, медстраховканы төле деп жатса, онда ол орынды және заңды. Құқығымызды біле жүрейік, парақшам пайдалы болса, тіркеліп алыңыз, лайк, комментария, сұрақтар болса жазамыз.